Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Демалыс күндері Қазақстанда ауа райы қандай болады? Республиканың басым бөлігінде жауған қар мен бұрқасын аязға ауысады. Қазгидромет РМК 13-15 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады деп хабарлады Turkcell.kz. Синоптиктердің болжамынша елімізде қалың қардың артынан күн суытып аяз жүреді. Бүгін Ресейдің еуропалық бөлігін айналып өтіп жатқан циклон демалыс күндері Сібірге өтіп, Қазақстан аумағының басым бөлігін басып, батыста арктикалық шапқыншылықты басынан бастап күшейіп, кейін қалған бөлігіне ауысады дейді синоптиктер. Республиканың басым бөлігінде жауған қар мен бұрқасын аязға ауысады. Еліміздің батысында, солтүстігінде және орталығында ауа температурасы 25-30, шығысында 15-20, оңтүстігінде 5-15 градус аязға дейін төмендейді. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатолы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін.